Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ақиқат па, жалған ба ойыны арқылы болжаймыз. Бірінші, ол тарихты болмаған аңыз кейіпкері ғана. Жалған. Екінші, Шәкәрімнің бір поэмасының кейіпкері. Ақиқат. Үшінші, орта жүздің төбе биі болған. Ақиқат. Төртінші, жеті жарғыны құрастырған билердің бірі. Ақиқат. Бесінші, Ақтабан шұбырынды кезеңінде өмір сүрген. Ақиқат. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әнет баба, не арсыз, не ғайып, не дауысыз. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы психологизмді анықтау, шығарманы түсініп, тілін талдау арқылы психологизмді табу. Бағалау критерийлері: шығарманы түсініп оқи алады, тіліне талдау жасай алады, психологизмді ажыратады. Әнет баба жеті жарғыны құрастыруға қатысқан атақты жеті бидің бірі. Әділдігімен, діндарлығымен аты шыққан. 1723 жылы көктемде жоңғарлар шабуылы басталып, ел Ақтабан шұбырындыға ұшыраған кезде әнет баба жұртта қалады. Әнет шешен тек тобықтыға ғана емес, есі қазаққа қадірменді қарт баба, қазақтың әйгілі төбе билері Төле, Қазбек, Әйтекелерге, Көмекей әулие атанған бұқар жауға батасын берген. Соның бір дәлелі ретінде мына бейнебаянға назар аударуларыңызды сұраймын. Жас баланың аты әйгілі билерден барып баталатыны болады. Сол жемен Төле би атақты әнет бабаға барып сәлем беріпті. Жүзге келген қария би ел бірлігі, ынтымақ жайында сөз айтып отырса керек. Сонда жас Төле қалай еткенде бірлік болады, оның мәні қандай болмақ деп сұрапты. Бұған би бір топ буылған шыбық тұсынып, осыны сындырып көрші десе керек. Жас Төле оны олай бір еп сындыра алмапты. Мұны көрген қарт би енді сол шыбықты біртіндеп сындыршы десе, ол бұл жеке шыбықтарды оп-оңай быртылдатып сындырып беріпті. Әнет баба жас баладан бұдан не түсіндің деп сұрағанда, Төле мұның мәнісі ынтымағы бірлігі бар елді жау да дауды ала алмайды, онсыз тірлік жоқ депті. Әнет баба кішік ұлы өз заманында билердің биі атанған оқымысты ғұлама, мемлекет қайраткері, ірі тарихи тұлға. Ұзақ жасап, 97 жасында дүние салған адам. Аты аңызға айналған әнет бидің есімін заңға жазушымыз Мұхтар Әуезов өзінің тұңғыш туындысы Еңлік кебек драмасында атап кеткен болатын. Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр деген шығармасында кемеңгер қария ретінде суреттеледі. Сонымен қатар Әнуар Мәмішәріп тегінің естелігінде жан-жақты баян етіледі. Әнет бабадан кейінгіге мұра болып қалған билік, шешендік ақыл, нақылдар аз емес. Халық аузында айтылып жүрген үш арсыз, үш ғайып, үш даусыз, үш қадірсіз, үш жаман, үш күшті, үш тәтті деген ел арасында бұлайша дүниеге келген екен. Құрметті оқушылар, мұқият тыңдаймыз. Осы мәтінге байланысты тапсырмалар болады. Күлтөбеге жиналған ел: баба, дүниеде не арсыз, не ғайып, не даусыз, не қадірсіз, не тәтті, не күшті, не жаман, деп жеті сұрақ қойыпты. Сонда баба жеті сауалға үш-үштен жұптап былай деп жауап беріпті. Үш арсыз бар. Олар ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. Үш ғайып бар. Олар ажал ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып. Үш даусыз бар. Олар мыналар: мінез даусыз, кәрілік, ажал даусыз. Үш қадірсіз бар. Олар жігіттік, денсаулық қадірсіз, әйел қадірсіз. Оқушылар, бұл жерде қадірсіз дегенде әнет баба адам баласы жас шағында осы үш асыл нәрсенің қадірін білмейді, ес тоқтата келе өкінеді дегенді айтып отыр. Үш тәтті бар. Олар жан тәтті, мал тәтті, жар тәтті. Үш күшті бар.
Олар ақыл күшті, жүрек күшті, тілі күшті. 3 жаман бар, олар мыналар: нақақ қан төгу, кісі малын нақақ алу, ата-бабадан қалған ескі жұртты бұзу. Міне, бұдан сақ болыңдар, депті. Бірінші тапсырмамыз: мағынаны тану үшін Әнет бабаның не арсыз, не ғайып, не даусыз шешендік сөзін оқып шығып, кестені толтырамыз. Бірінші тапсырмаға берілген дескрипторлар шешендік сөз мағынасын түсінеді, шешендік сөздің мазмұнын детальды талдайды. Тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырманы орындамас бұрын теориялық көмек. Көркем әдебиеттегі психологизм деп отырғанымыз, көркем шығармада адамның жан дүниесін, ішкі сезімін терең ашып көрсетуге айрықша мән беру. Психологиялық талдаудың негізгі міндеті кейіпкер жаны қоғаммен, адаммен, табиғатпен қарым-қатынаста қандай эмоционалды психологиялық өзгеріске ұшырайды, қандай қалыпқа енеді, соны жіті бақылау. Көркемдік шынайылық болса, оны ұғындыратын әрі ұғынатын адамдар жалпы үрдістерден өзге жеке сезімдік әуендерді таңдауға бейім. Екінші тапсырманы төменде кестені толтырамыз. Бірінші бағанда Әнет бабаның арсыз, ғайып, даусыз деп көрсеткен қасиеттермен келісесіз бе? Осы сұраққа жауап жазамыз. Екінші бағанда қазіргі замандағы өзектілігі. Екінші тапсырмаға берген дескрипторлар шығармаға сыни талдау жасай алады, шығарманың философиялық тұжырымының өзектілігін анықтай алады. Орындаймыз. Келесі үшінші тапсырма. Фишбоун әдісі арқылы мәтіннің ішінен жазушы қолданған көркемдегіш құралдарды тауып, мағынасын анықтаңыздар. Балықтың басы психологизм көрінісі. Үстіңгі сүйектеріне мәтіннің ішінде көркемдегіш құралдардың түрлерін жазасыздар. Астыңғы сүйектеріне көркемдеуіш сөздерді үзінді арқылы дәлелдейсіздер. Құйрық жағына шығарма жайлы өздеріңіздің ойларыңыз. Ескеретін жайт, қаңқадағы жазулар қысқа болу керек. Олар тек сөздерден немесе тақырыптың негізгі ойын ашатын фразалық сөздерден болуы әбден мүмкін. Үшінші тапсырмаға берілетін дескриптор шығармадағы психологизм көрінісін табады, көркемдегіш құралдарының түрлерін анықтайды, шығармадан дәлел келтіреді, шығарма жайлы ойын нақты жеткізеді. Рефлексия. Аяқталмаған төрт сөйлем әдісімен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгін мен не білдім, не қызықты болды, не қиын болды, ненің не екенін түсіндім. Үйге тапсырма. Дүниедегі барлық тіршілік атаулының анасы әйел деген шешендік сөз идеясына мән бере отырып, ғаламдық тұрғыдан талдап, қыз бала ұлттың болашағы тақырыбына әдеби эссе жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.